Кожаныч. Негізі осы сауалдарға қысқа нұсқағана жауап мен мына жерде Найдиванға байланысты Ринаттың көзқарасымен 1000% келісемін. Өте дұрыс айтты. Мына өзі қазір әлемдік нәубет болып кетті ғой, мынау қыз-келіншекке басқан жарнама басталды. Оған қарсы қатты сөз айтуда қорқынышты болатын жағдайға жеткізіп жатқан жағдай жоғары емес негізі. Сондықтан бұл бірақ нәрсе бұған иммунитет болады жігіттер. Осыған ұлттық дәстүрің ғана иммунитет болады. Сен неғұрлым өзіңнің рухани жағдайыңа, ұлттық дәстүріңе, тілі дініңе мықты боласың, сол кезде ғана сен бұдан сақтанасың. Сәл-пәл соңға ғана кетем десең киеттің. Аяғын тайған тасқын суға түсіп кеткен сияқты. Құрдыңнан бір-ақ шығады. Екінші жаңағы жерде атауларға байланысты. Білесіз бе, құлдық сана дейтін нәрсе өзі қиын нәрсе. Жаңа айтып жатырмыз, талай рет айттым. Мысалы үшін сөйлеп келеді, орысшаға тілі келмей қалса, акцент жіберіп қойса, жерге кіріп кетесіздер де ұялады. Қазақша акцент жіберсе ұялмайды, оны тұрған ештеңе жоқ. Енді қалады өсірік, сол жерде бұлай әр жағынан мақтанады, орысында керек десеңіз. Осыны құлдық сана дейді. Сосын жаңағы жерде Ай-Нұр, Айгүл деп әп-әдемі Айгүл, Ай-Нұра дегенде, әр жағында оны ағып атқан кезде, европейский интонацияға түсіріп жатқан әр жағында Ай-Нұр, Айгүл деп айтудан, Гүлнура деп айтудан, жаңа өсіп әуезін бұзуды әр жағында мақтанышты. Бұл да түпкі емі құлдық санада жатқанын білесіздер. Ал құлдық санадан арылу үшін сен сөйлеген сөзің мақтанышты тұтуың керек. Одан құтқаратын нәрсе тарихи сана сенің. Тарихи сана деген не? Мен тарихымны, білесің бе, қазіргі бүкіл Евразияның басым бөлігін алып жатқан Орыс империясының астанасы болып отқан Москваны бір кезде біздің тоқтамыс барып, етігімен теуіп бүрген Кремльдің соборын, білесіз бе? Сол жерде ақырған кезде бар ғой, кірерге тез таппай қалған сіз санаңызда біліп тұрсаңыз, сіз оған соншама құлдық ұрмаған болар едіңіз. Осы информациялар жоқ болған соң тарихи сана сенің қалыптаспайды. Өзің тіліңді, тарихты мақтан тұтатын жағдайға біз келуіміз керек. Ол келу үшін оған білім керек. Оған өзің талаптану керек. Мойны созбаған түйеге жан тақшы екенін білу керек. Ал жаңағы көрісу мәселесіне байланысты. Бұның шығу тегін қарап отырсақ, көшпелі халықпыз. Елдің бәрі қар жауып кетті. Ауыл мен ауылдың арасында қатынасып үлгермейді. Марттың ортасында, екінші декадасының ортасында 14-нен былай қарай қар сөгіледі. Екірті жол ашылады. Сол күн жол ашылғанда ананы біліп кел. Кім өлді, кім қойды, кім туды, соны біліп келіңдер. Сөйтеді бір ауылдан бір ауылға адам жібереді. Барып көрісіп, құшақтасып, амансыңдар ма, жағдайларың қалайдан шыққан дүние. Бұның ар жағында бауырмалдық, бірін-бірі сағынған, бір-біріне деген махаббаты жатқан қазақтың ұлы дәстүрі жатыр. Егер бұл дінге қайшы дейтін болсаңыздар, тілдеріңе шоқ түсін жігіттер бар ғой. Ешқандай да бұл дінге қайшы емес. Қашан бауырмалдық дінге қайшы болып еді. Олай болып болса, араңнан бөрін өтіп кетсе, ассаламалейкум рахматуллахи баракатуһ айтуға рұқсат берген нәрсе арада қаншама жылдар өткен кезде, уақыт өткен кезде болмай табысып жатса, және осы нәрсені салт дәстүр ретінде бауырмалдықты ұрпағына жеткізіп жатса, оның қандай бір қисынға, дінге, Алланың задылған томпақтығы бар. Және мен шамам келгенше Твиттер жазды ғой, жаман күйеу қайын сақтап. Жүрген жерімізде Астанада осы көрісу таратып жүрдік қазір керексіз. Астана көрісі бар. Осыдан Астана көрсекенде ар жағында қарағанды Павлодарыңызда көрісіп кетеді. Біраздан соң қарап отырмыздар 10 шақты жылда бүкіл Қазақстан көрісіп кетеді деп тұр батыстың.